Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге осындай керемет, өте дәмді, сочный болып шығатын манты дайындайтын боламыз. Мантыларымызға бір ерекшелігі, ешқандай ет қосқан жоқпыз. Тек қана асқабақпен дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарып саламыз. Алдын ала дайындап қойған тұзымызды салқын суымызға құйып, жақсылап тұзымыз ерігенше араластырып аламыз. Дайын болған суымызды жұмыртқамыздың үстіне құйып, жақсылап тағы да бір келкі болғанша араластырып аламыз. Және осылай сұйық май құйып аламыз. Сұйық майымыз міндетті түрде иіссіз болуы керек. Және електен өткізіп, ұнымызды аз-аздан қоса отырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырларымыз өте жұмсақ емес, өте қатты емес, орташа болып шығатын болады. Міне қамырларымыз дайын болды. Жақсылап басып, илеп, июін қандырыңыздар. Міне дәл осындай қамыр шығады. Дайын болған қамырымызды алып, пакетке салып, бір шетке қалдырып қоятын боламыз. Енді осы аралықта арасына салатын салмасын дайындайтын боламыз. Ешқандай ет қоспаймыз. Асқабақтарымызды дәл осылай майдалап төрт-бұрыштеп турап аламыз барлығын. Турап алған асқабақтарымызды осылай араластыратын шұңғыл ыдысымызға салып, бір шетке қалдырып қоямыз. Келесі кезекте осылай пияздарымызды алып, майдалап, турап алатын боламыз. Егер пияздарыңыздың көп қосқан қалайтын болсаңыздар, артығымен қоса берсеңіздер болады. Келесі кезекте енді мен құйрық май қостым. Мантыларымызға өте ерекше дәм береді. Құйрық майларымыз тұздалмаған болуы керек. Майлы болған қаласаңыздар, көп қоса берсеңіздер болады. Барлығын майдалап турап, ыдысымызға саламыз. Енді қара бұрышымызды қосамыз. Аздап дәміне қарай қызыл бұрышымызды қосамыз. Және мен бір картоп турап жібердім. Ол жер видеоға түспей қалыпты. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша қоспасаңыздар да болады. Дәміне қарай тұз салып шықтым. Енді кішкене сұйық май құятын боламыз. 2-3 ас қасықтай барлығын жақсылап бір келкі болғанша араластырып шығамыз енді. Міне осымен арасына салатын салмамыз дайын болды. Бір шетке қойып қоямыз. Енді илеп қойған қамырымызды алып, онды себе отырып, оқтаудың көмегіменен жұқалау етіп, қамырымызды жайып шығатын боламыз. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер достар. Міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Өте дәмді, сочный болып шықты мантыларымыз. Ешқандай ет қоспасақ та, дәмі деген ерекше болып шықты. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Каналымда көптеген қолжетімді заттардан тұратын рецептер бар, және алдағы уақытта көптеген рецептер салатын боламын. Сіздер алғашқылардың бірі болып қарайтын боласыздар. Міне қамырларымызды өте жұқа қылып жайып алдық. Енді мантының формасını кесетін боламыз. 4-3 етіп оқтауымызға орап аламыз. Және кезек-кезек осылай үстінсін жая отырып, қамырларымызды бір келке етіп барлығын кесіп шығатын боламыз. Кесіп алған қамырларымызды барлығын ұзынша етіп үстін қойып, 4 бұрышты етіп
мантымызды жеуге ыңғайлы етіп, барлығын кесіп алатын боламыз. Міне барлығын кесіп алдық, араларын ашып қойып шығамыз және үстіне салмасын салып шығатын боламыз дәл осылай. Осы уақытта қазандарыңызға су құйып, немесе кастрөлдеріңізге су құйып, отқа қойып қойыңыздар. Барлығын осылай түйіп аламыз. Енді манты варкамыздың осындай табақтан алып, майлап, араларын қатты қоспай, кішкене ашық қылып, барлығын орналастырып шығамыз. Дайын болды. Қойып алдық. Енді қайнап тұрған суымыздың үстіне, манты қазанымыздың үстіне осы табақтарымызды қоямыз. Буы шықпайтындай етіп, әдемілеп бірін үстіне бірін жақсылап орналастырып қойып шығамыз. Бетін жауып, 40-45 минут осы қайнап тұрған суда пісіретін боламыз. Енді бетіне мен подлива жасадым, бұл міндетті емес. Сковородкамызға майымызды құйып, жұқалап пиязымызды турап, кішкене ғана қуырып, бетінен қызыл тәтті бұрышымызды салып жібердім. Тағы да 1-2 минут қуырып аламыз, көп қуырудың қажеті жоқ, сонымен подливамыз дайын болады. Мантыларымыз міне өздеріңіз көріп тұрғандай пісіп шықты. Ешқандай асты жабыспаған, қамырларымыз өте жұқа жайылған, әрі нәзік болып тұр. Түрі деген өте керемет болып тұр. Енді тарелкаларымызға салып, міне өздеріңіз көріп тұрғандай өте керемет болып тұр. Бетіне подливасын құйып, жей беруімізге болады. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздерге де ас болсын. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Міне арасын кесіп көрсетейін. Өте сочный болып шықты. Сіздерге де ас болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.